Абдрахман атамыздан ең үлкен баласы жаңағы Күлғатыш деген апамыз болған екен. Күлғатыш апамыздан жаңағы Қосман жиен атамыз туған. Қос екен. Көрдіңіз бе? Мен тарихты айтып отырмын. Мына кім отыр, ол неге отыр деген сөз болмасын. Жалпы одан кейін Қатшы апамыз болған. Қатшы апамыз жалпы о кісіден ұрпақ қалмаған. Қатшы апамыздан о кісі осында ағамның қолында апасы болып дүниеден озған. О кісінің сөзін, мысалы, біздің Халила шешеміздің сөз өтпеген о кісіге. Бір емшіге барып, емші келіп ауылға. Сонан ана кісі бізге Халила шешемізге айтты, сен 3 күннен кейін өлесің деп. Сол үйге келіп жаңа кісі дайындалады ғой, маған сүйдеп айтты, сүйдеп айтты. Сосын Қатшы апам айтты, ей депті. Жаңағы о кісінің қаралығы бар ғой. Соны айтып қарағатын, сен өлсең жаңағы 90 жасап өлесің. Сен өлмейсің, 40-та безінен емшің деп сүйдеп айтты. Сол апам марқым жасады. Тәуба қаншама ұрпағының несін бәрін қызығын көріп өтті о кісі. Ал енді Қатшы апамыздан кейін Кәрім атамыз екен. Кәрім атамыздан енді қазір аруақтарға Құран оқыған кезде мен атап оқимын. Жаңа Моллекең айтама деген оқы деп Моллекең қысқартып жіберді. Иә, асықпаңыз қашанда. Жалпы, ал енді Кәрім атамыздың жаңағы бәйбішесінің аты Ақыш апамыз болған. Ақыш, о кісі Қамбал қызы, жаңағы руы Қаржас, жәдігер. Айттым ғой, жаңа Абдрахманова болған фамилиясы. Енді о кісінің еңбегі, біздің әулетке деген еңбегі сондай. Мысалы, біздің Абдрахман бабамыздың атын о кісі көтеріп отырған кісі сол кісі болған. Ал енді Мәжім деген, одан кейін Кәрім атадан кейін Мәжім деген ағамыз болған екен. О кісі ертерек дүние салып кеткен. Одан кейін Мәжімнен кейін Қаткен деген жаңағы апамыз болған. Одан кейін жаңағы Ақым деген ағамыз болған екен. О кісі дүние салып кеткен. Ал одан кейін Қатимен деген апамыз. Қатимен деген апамызды Қыти апам дегенбіз. О кісі Бекен, Нүркен деген апайларымыздың анасы еді. Иә. Ал енді одан кейін Алтын Шаш деген апамыз болған. О кісі де ертерек кеткен. Содан кейін ең кенжесі жаңағы біздің Нығметолла атамыз болған кісі. Енді жай сіздерге соның бәрін айтайын. Кейбір балаларының сіздер аттарын естімегенсіздер. Соны мен жаңағы ағамның жазып кеткен шежіресін көтеріп, соның ішінен жазып алдым. Енді аруақтарға Құран оқығаннан кейін солардың бәрінің аты аталсын деп. Рахима Қарабаева, сәлеметсіз ба?